Құшағы гүлге толған танымал продюсер кімнен қандай сыйлық алғандығын айтып мақтанды. Менің әйерім мен аям текенін бірден білесіздер. Сондай сыйлықтар жасадым. Бриллиант шығар. Енді Құдайға шүкір бәріне. Қайраттың інісі Заңғар да шоу-бизнесте тұрақтамақ ниетте. Неше түрлі әндер шығарамыз. Алдағы уақытта бәрін көрер. Жұлдыз Әбдукәрімова ұл-қыздарының тағдырына алаңдаулы. Отбасылық концертте қалың көпшілікке балаларын көрсеткен жұлдызды жұптың мазасын қаштырған қай жағдай? Кейбіреулері баланың психикасына зақым келтіруі мүмкін. Қыздарыма бір-екі адам тиіскен солай. Нұрлан Еспановқа не болған? Үстіме қарап, Нұрекең емне бөле костюмыңыз мыж-мыж ғой дейді да. Күнделікті ауыстырып киіне бермейді. Нұрекең бір киіммен бір аптада жүре береді. Салақ жүрген адамдарға өз басым жақтыра бермеймін. Дайындап үлгермегенде үйде тұрған костюм ғой, кидім да келдім да, иә. Сәл ескіргеннен кейін саған берем тряпка қыласың деп та. Әдемі болады, матасы сондайға жақсы, машина сүрткенге. Қазақ шоу-бизнес өкілдері тойға қалай дайындалады? Қалай киім таңдайды? Қайдан киінеді? Неге бірі қыстық, ал бірі жаз аяқ киімдерін киіп келеді? Тойдан отырып күн сәулесінен қорғайтын көзілдірікті неге тағады? Бір көзің неқта, бір көзің неқта. Жан-жақтан түсіріп алған суреттер, сондықтан. Бүгін біз Гүлзира Үсенқызының той сыртындағы қызықтармен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін сенің туған күнің. Хит болған Қайрат Нұртастың бұл әні өз иесін тапты. Баласының болашағына сенген және ол сенімін ақиқатқа айналдыра білген мықты продюсер, әншінің анасы Гүлзира Үсенқызы 50 жасқа толды. Осы айтулы мерейтойын атап өту үшін продюсер ханым 200-ге жуық қонақтың басын қосып, ақ дастархан жайды. 49 бен 50-дің ерекшелігі көп. 50-ге келгеннен кейін көп уайымдайды екенсің, көп ойлайды екенсің. Бір жылдың өзіне бірнеше өзгеріс болады екен негізі. Өзінде байқап жатырмын. Бұрын көлікте жүрген кезде бір қолмен де видеоға түсіп жатырмын ғой. Қазір отырудың өзіне уайымдап қалатын болып, неге аман-есен жетем ба, жоқ па деп. Сол сияқты ойлар туындай береді екен. Сондықтан да мен ойлаймын, 25-ге деп айта алмаймын. Десе де туған күн кешінің төрінде той иесінің келген жасы аталып, түсі түстеліп көрсетілмеген. Қыздың жасы қашанда 18-де деп әзілдейтін әдемі елдің той атауы да әдемі. Гүлзира Ханшайым 25 қосу 25 деп атауды ұйғарған той ұйымдастырушылары тақырыпты да той иесіне көңілінен шығатындай дөп басыпты. Әр уақыт адамның көңілі жас қой. Сондықтан да енді бұны мен жазған жоқ негізі. Менің көмекшілерім бар, жолдасым, бала-шағам. Солардың енді менің бір көңілімді көтеріп қоятын, жаңағы 25 кішкене жасарып қояма деген бір өздерінің идеясы шығар деп ойлап тұрмын. Өзім де көріп таңғалып жатырмын, әдемі. Жан әсемдік пен әдемілікті сүйетін, кейде аңқылдап кететін бала мінезді Гүлзира Үсенқызы бұл кеште жайнап жарқырап жүрді. Той барысында той көйлегін 2 рет ауыстырып үлгерген туған күн иесі бүгінгі образына ерекше мән берген. Танымал дизайнерлердің біріне арнайы тапсырыспен тіктірген жасыл түсті әдемі көйлегі өзгерген шаш үлгісін аша түскендей. Бұл әдемі үйлесімділікті ханымның өзі былай түсіндірді. Шашым бұрын қысқа болған. Одан кейін өсірді деген жас кеп жатыр ғой деп. Кейде енді орамал тартамыз, ал шабамыз деген сияқты. Сондықтан да кішкене өсірдік. Бүгін енді негізі кеше тойға барғам шашым жинап. Енді бүгін бір жасарып барайыншы деп шашымды кішкене локындап биралап қойып келдім. Оның үстінен кішкене әдемі болып жасарып жүрсең балдарың да қуанады. Немерелерім де, күйеуім де, жолдасым да бәрі қуанады. Тек қана өзім үшін емес, мен көбіне соларды қуанышқа бөлетін еді негізі.
жан жағымдағы жолдас қыздарымды, класстастарымды сол әдем болған сайын олар одан сайын көңіл көтеріліп, жаңағыдай әсіресе бала шағам әдем болсам олардың көңіл көтеріледі. Сол үшін де мен көбіне соларға арнаймын негізі. Өзімнің әдемілігім бәрін солар мен туралы ойламаса екен, мен ауырып қалсам да білдіргім келмейді. Мені жақсы деп, мен жағынан бақытты болып тұрса екен жүректері деп ойлап тұрамын да, сосын кейін еш нәрсе білдіртпеймін, қанша қиналсам да көп нәрсені білмейді. Мен концерттің кезінде де енді көптеген қиыншылықтар болды ғой. Соны қазір айтып отырсам, баламмен жолдасым таңғалады да, сен сөйттің ба сол кезде деп. Жаяу жүріп, қанша километр жүрген жерлерімді айтамын, пакет ұстап алып, ешкім танымайтын сондай көп нәрселер болды ғой. Енді соның бәрін айтып отырған кезде өздері таңғалып жатады. Сондықтан да мен қиыншылығымды көп білдірмей тарамын. Өзімнің отбасым үшін солардың көңілдеріне кішкене қаяу тудырмау үшін. Бір қызығы, Гүлзира ханым өзге сахналық әріптестері секілді өзінің туған күн кешінде арнайы дресс-кодтың болатындығын хабарламаған екен. Сондықтан да болар, келген қонақтардың киімдері түс жағынан ерекшеленіп қана қоймай, бұл маусымға лайық болмай жатты. Бүгін Гүлзира ханымның туған күнде арнайы бір дресс-код жоқ еді. Сіз қып-қызыл әп-әдемі көйлек киіп келген екенсіз. Жалпы сол өнер жолында жүрген ханшайымдардың, ер азаматтардың тойға келер алдында киімді таңдау әдісіне тоқталғым келеді. Менде бәрі көңіл күйге байланысты. Қазір көктем. Бүгінгі көңіл күй көктем дейді. Иә, бүгінгі көңіл күйім осындай. Жалпы қызыл түсі өзімнің сүйікті түсім. Сондықтан осылай киінгім келді. Ғанекең енді бүгін маған сәйкес емес негізі. Мен сері киінген себебім. Мен басқа киім киіп едім, тыңдамады. Сізді тыңдамайтын кездер бола ма? Иә, болады. Былай болып тұр ғой. Бұл кісі гүл болып киініп тұр, қызғалдақ болып. Сол қызғалдақ өсетін мен топырақпын ғой, топырақ тістесі киініп келген. Нәр беретін, иә. Бұл кісі өсіп келді. Сол үшін осындай болып киініп келді. Мен ойладым, сіз енді біраз артық салмақ тастағаннан кейін оған қоса бірнеше тренинг өткізіп жатсыз ғой қазір, тек Алматыда емес, барлық басқа қалаларда. Соған байланысты да жаңағы өлшеміңіз өзгеріп, киімдеріңіз жаңарып, гардеробыңыз жаңарған шығар деп ойлап тұрмын. Иә, енді ол рас. Иә, жаңа көйлек 56-шы өлшемнен 46-шы өлшемге ауыстым ғой. Түстім. Қазір шүкір, бұрын мен әдемі бутикке кірген кезде сізге ешқандай өлшем жоқ деп шығарып салатын. Қазір кез келген бутикке кіріп, қалаған киімді ала аламын. 46-шы өлшем, білесіз, стандартты өлшем. Сондықтан қазір ешқандай проблема жоқ өлшем жағынан. Артық салмақтан арылудың жолдарын қыз келіншектерге үйретіп жүрген Бота Бейсеноваға қарағанда, Жұлдыз Әбдукәрімова спорт залға барып, түрлі диеталарға жүгінбейтіндігін айтқан-тын. Сол себепті Қайраттың келіншегі 4 баланың анасы қалаған киімін кие салатын адамдардың бірімін деп ағынан жарылды. Отбасылық тойға киетін әдемі көйлегін де Жұлдыз ханым ұзақ іздей қоймағанын айтады. Бүгінгі таңдаған көйлегім енді бұл аса бір бренд деп айта алмаспын. Не қазақстандық брендті деп айта алмаспын. Итальяндық дүкеннен алынған. Орта бағада, ол аса қымбат емес. Өзіме ыңғайлы болғандықтан ең бастысы түсі. Маған осы түстер жақын. Ал соңғы кездері сән қой әншілердің қатарын толықтырып жүрген Мұқасан Шахзадаев тойға барар алдында киім таңдап, тым әуре болмайды екен. Қыздардан көрі бізде жеңілдеу. Себебі үйде тұрған жарымыздың дайындап қойған. Жалпы үйде киімдер дайын тұрады. Сондықтан мен тіпті жаңағы бір жаққа баратын болсам, мысалға бүгін мен өзім санаторияда жатқан адаммын демалып. Мысалға санаториядан жаңа үйге бардым да, бара жатып, қандай киімдерімді кием, қай костюм шалбарды кием. Сөйтіп, жолда келетіп ақ ойладым, сол киімдерім приблизительно дайын тұрғанын біліп, үйге кірдім, бір жуынып шайынып, бір сағаттың ішінде шыға қойдым. Сондықтан ер азаматтарға енді соншалықты қиыншылыққа түспейді деп ойлаймын, киіну. Енді көзілдірігіңізде түске сай келеді екен, жалпы аксессуарларыңызды да соған сай таңдайсыз ба? Енді оған тырысам әрине. Сондықтан бірақ дегенмен аншалықты бір қатты бір ондай дайындалмаймыз, шын мәнісімен. Бірақ бір-біріне келеді-ау деген киімдерімді, аксессуар болсын, барлығын алып, киіп
шығатын жағдайымыз бар. Енді мынау сахнада өнер көрсеткен бір бөлек, тойда жүрген бір бөлек, енді мүмкін сахнада тұрып ән орындаған кезде көзілдірік киген жақсы шығар енді. Свет жағылса түрлі шамдар бар деген секілді. Бүгін сіз тойда неге көзілдірікпен отырсыз? Мен жалпы көзілдірікпен жүргенді өзім ұнатам. О бастан баяғыдағыдан естеріңізде болса, мен Бауыржан шоуда жүрген кезде де көзілдірікті көп киетінмін. Тіпті сахнаға да көзілдірікпен шығуды ұнататынмын. Бірақ өкінішке орай ол кезде Бауыржан Ибрагимов ағамыз көп рұқсат бермейтін. Халықтың алдында көздерін көрсетіңдер. Енді ол кезде заман кішкене бөлек қой, тәртіп бөлек. Сондықтан ол кезде көп кигізбейтін көзілдірік. Бірақ дегенмен өзіме ол бастан ұнайтын себебі ұнайтын жері өзіңді еркін сезінесің, өзіме өте ыңғайлы. Сосын барып жаңағы көбінесе той-томалақта жаңағы жерде мысалға сыртымыздан суретке түсіреді, неше түрлі кейбіреулердің үйіне барып суреттерді, өзіміздің суреттерді көріп таң қаламыз. Бір көзің мына бір көзің мына жан-жақтан түсіріп алған суреттер. Сондықтан өзіме ыңғайлы, сол себептен әшкеймен жүргенді ұнатамын. Қымбат костюмын киіп, түн болса да күн сәулесінен қорғайтын көзілдірігін тағып келуді әдетке айналдырған Мұқасан мырзаға қарағанда, әзілғой Нұрлан Еспановтың стилі қарапайым дау көрінді. Енді бір жолдас бола моданы түсінбейді да менің. Кесем Нұрлан немне біле мыж-мыж костюм киіп алыпсың ғой дейді да үстіңге. Мен айтам, мен мыж-мыж емес қой, бренд қой бұл. Осындай болу керек қой костюм деген десем, енді үйреніп қалғанда ол жігіт. Бірақ енді бүгін дресс-код жоқ. Бүгін енді өнер адамдарының осындай бір керемет тойы болғаннан кейін біз өзіміз қалай айтсақ болады, бүгін еркін киініп келдік енді. Еркін киініп келдік, киіндікті келе салдық қой жалпы. Енді сіз жаңа айтып жатсыз ғой, костюм мыж-мыж деп, мен сұрақ қоймасын деп өзіңіз алдын ала ақталып жатсыз ба, не болды? Жоқ, ақталып отқан жоқ. Оны маған Ринат айтып қойды. Ринат келді де маған үстіме қарап, Нұрге немене бөлек костюмыңыз мыж-мыж ғой дейді да. Енді мейлі дедім, мен мода ғой дей салдым, қайтем енді. Шынымен мода ма жоқ әлде жаңағыдай дайындап үлгермедіңіз ба? Жоқ, дайындап үлгермегенде үйде тұрған костюм ғой, кидім да келдім да, иә. Жаңылдық айтып қоямын ғой, Ринатқа сәл ескіргеннен кейін саған берем тряпка қыласын деймін да. Әдемі болады, матасы сондайға жақсы, машина сүрткенге, басқа қалғанға деймін да. Жалпы енді, бірақ енді өзім осы костюмді жақсы көремін. Қымбат деді? Ішіне қымбат емес енді. Қымбат деп айтсам енді. Қымбат емес енді сол бір $300 дөңірегі. Сонда $300 көлікті жуу үшін бере саласыз ба, жай? Ринат мазақтай берсе бере салам деп отырмын. Бере салайыншы қойшы, сәл ескіргеннен кейін берем ғой мен. Между прочим, бұл костюм италияның костюмы, Флоренция қаласынан тоқылған. Өте керемет. Элиталар түсінеді ғой десең. Қайрат жоқ, Қайрат түсінеді. Ол бедейді. А Ринат түсінбей жатыр. Маған айтады, Ринат немене білем, мыж-мыж костюм киіп келесің. Гүлекеңдікіне бір брендовый киіп келдік қой деймін. Қайраттікі де бренд қой енді әрдайым. Көлікті жуу үшін бере салам дейді да, жуар ма едіңіз сіз? Мен Ринатқа берем, бұл жумайды. Светі жасыл теп қимаймын бұл. Ағасының костюммен бұл жумайды ғой. Дейді да, былай жуғанға сынып қалады дейді. Жоқ, одай емес mesela. Мен түсінемін ғой бәрін. Шетел көрген азаматтарымыз ғой десең. Иә, шеде, кеше ғана келді бұл шетелден. Бұл өте керемет. Бүгінгі киім үлгісіне баға беріңізші олай болса. Кәдімгі Италия, джентльмен, вообще көрініп тұр бәрі қымбат нәрседен екен. Айналып кетсеңіз болады. Маған Қырқылық жасасаңыз болады. Маған қатты ұнады негізі. Бірақ өзіңіз мүлдем бөлек стильдесіз. Менікі қалай айтсам болады. Менікі осы Жоқ, мен білуімше Қайрат сіз мына аяқ киімді Дубайда алдыңыз. Себебі инстасторияңызға салған болатынсыз. Иә, Дубай. Дубайдан бір шейх подарок еткен просто сол үшін. Шейх досым бар Дубайда. Сол подарок етіп, сол ағамыз. Қыздың көзі қызылда деп еді, Қайраттың көзі жылтырақталып. Маған да айтады ғой, балалар Қайрат костюмын таратып бітіп ма, бітпеп ма, сұрашы дейді маған. Бір жолы сылам айтады. Қайрат костюмын таратып бітіп ма, бітпеп ма, сұрашы. Бірақ ал деп айтқан жоқ, ұялдау деймін. Бұл Қайрат ақкөңіл ғой, өзі таратып береді. Анаңыздың жаңағы бүгінгі туылған күн кешіне неге осындай киім үлгісін таңдадыңыз? Енді үйден бар тапқаным осы болды, шын айтсам. Осыны киіп шықтық. Қайрат көзін жұмып киіп кетсе де бренд қой бәрі. Өзінікі көзін жұмып ұйықтап жатып киініп кетіп қалса да сол дайын болып келеді. Біз ғой кішкене ойланатын. Инстаграмнан көрдім, бас киім шығарайын деп жатыр екенсіз, жоқ әлде шығардыңыз ба? Жоқ, просто өзіме тіктіргем, шығарған жоқпын ешқандай. Қай жақтан? Өзіме қазақтың жігіттерді шығарып беремін. Ал егер де арнайы мысалы тапсырыс болатын болса, ұсыныстар келіп жатса, бізге де тік беріңіз деген секілді, немесе сатуға былай?
Өйткені маркетинг деген жақсы нәрсе ғой, қайрат не саса да өтеді ғой. Бәрі Құдай қаласа болады, Алла қаласа. Рет-ретімен ғой. Ойнап айтса да ойындағысын айтқан Нұрлан Еспановтың бұл әрекеті көпшілікке ұнамаса керек. Өз айтқандай мыж-мыж киімді тойға ғана емес, далаға да киіп шығуды ұят деп санайтын өнер адамдары әншіге өз образына көңіл бөлу керектігін ескертті. Жоқ, олай болмайды. Мен оған еш келіспеймін. Мен тіпті үйдегі бір киетін киім дайын тұрмаса да, оны өзім үтіктеп, бірінші жумбай тұрып, киімдерін бәрін дайындап алып, жаңағы киетін киім егер дайын болмаса, соны үтіктеп болғаннан кейін жуынып, бірақ киінемін. Сондықтан ол деген біріншіден етика, адам өзін сыйлаған адам таза және ұқыпты жүру керек. Салақ жүрген адамдарға өз басым жақтыра бермеймін. Себебі әр адам өзін жақсы көру керек. Себебі сырттағы көз бар. Қазіргі заманның ағымы өзгерісі бөлек. Қазір тіпті қазір емес, бұрынғы заманда да солай болған. Баяғы кезінде, ата-бабамыздың кезінде астындағы атына қарап, үстіндегі киіміне қарап сөйлесе білгенде, қазіргі таңда дәл солай аяғындағы аяқ киімінен бастап басыңа дейін бірақ қарап шығып, сосын барып сенімен сөйлеседі. Тіпті кей кездерде бір дүкенге кірсең, үстінде киімің нашарлау болып, бір көрінбей тұрса, сенімен продавецтерде дұрыс сөйлеспейді. Сондай жағдай. Нұрлан Еспановтың сахналық әріптесі әрі досы Абай Бегей болса, әншінің осылай тойға келуі оның салақтығы емес, әдетіне байланысты деп отыр. Нұрекеңде костюм көп негізінде. Өткен жылы мен қызымның тойында, тойын басқарғаннан кейін Алматыға келіп бір әдемі костюм алып бердім. Ол кісіде негізі костюмдер көп. Ол бірақ әдейі бір андай күнделікті ауыстырып киіне білмейді. Нұрекең бір киіммен бір аптада жүре береді. Жаңағыдай сондай бір әдеті бар да, негізі костюмдер көп. Түсінікті, енді өзіңіздің киім үлгіңізге көшсек, бүгінгі кешке киетін киімдеріңізді қалай таңдадыңыз? Галстук тақпасаңыз да, әппақ жейде киме келгеніңізге не себеп Абай мырза? Бүгін осындай қоңыр цветтен киін дедім. Сағаттың бауы, костюм, шимілден киген емес, аяқ киім деген осындай кішкене бір-біріне подцвет болсын деп. Жаңа ма? Жаңа емес енді. Енді бұрын Инстаграмға салынбаған. Инстаграмға салынбаса, демек жаңа ғой. Жаңа, иә. Енді сіздерде киім жаңа деп айту үшін ол міндетті түрде Инстаграмға шығып қою керек па? Жоқ әлде бір айдан кейін, 2 айдан кейін оны ескіріп кеткен киім деп айтасыз ба? Егер бір киімді алып, соны Инстаграмға екі сурет салсаң, ол уже ескі болып қалуы мүмкін. Себебі басқа жерде біреулер көріп қалса айтуы мүмкін, басқа киімі жоқ па деген сияқты. Мен жақында Монғолияға концертке баратын болып 3 костюм тіктірдім. Оның екеуін 2 концертке кидім. Астанада бір концертке кидім, бұйырса жақында шәмшәндеріне біреуін кием. Одан кейін осы айда ол да ескереді. Негізі қиын қайта-қайта тіктіру, қайта-қайта сатып ала беру. Мен өзім ойлаймын, ол Инстаграмға қарап жаңағыдай не істемеу керек сияқты, ауыстыра берудің қажеті жоқ сияқты. Әбден бір 5-6 жарты жылдай киіп барып ауыстырмасаң, қайта-қайта ала берудің де негіз дұрыс емес сияқты. Өзін шапоголиктердің қатарына қоспайтын Жұлдыз Әбдукәрімова жолдасы Қайратқа қарағанда бренд киімдерге аса құмарлығы жоқтығын айтады. Тіпті жұлдыздың жұлдызы көйлек үшін қыруар қаражат жұмсай берудің қажетті жоқ екенін кесіп айтты. Шынымды айтсам, мен шетелден киім алғанды онша ұнатпаймын. Себебі қарап тұрсам, шетелде бар дүние бізде Қазақстанда бар. Мен оны ол жақтан алып, оны көтеріп, арқалап келгенімше мен осы жерден ала саламын. Себебі бағасының айырмашылығы да оларда бір аса бір байқалмайды. Егер есептейтін болсаңыз, жолына кетіп қалады. Сондықтан Қазақстанда бізде қазір дамыған еліміз ғой. Дамыған мемлекеттің қатарында болғандықтан бізде бәрі бар. Дубай не, жаңағы Турция дейміз ба, Анталия, Стамбул, бәр жерде не бар, бізде де бар. Тек қана ол жақтан осында алып кеп сататын адамдар үстінен көру керек. Ол енді табыс көзі ғой. Ол да бір дұрыс жолын есептейді деген сияқты. Мен аса шетелден киінген ұнатпаймын. Киім көп алмаймын.
Мен үшін ол киім ыңғайлы болу керек, сапалы болу керек, денеге жұғымды болу керек. Содан кейін бренд қуалап, жоқ әлде ойбай осының бағасы қымбат екен, мен осыны алу керек деген мақсат емес. Мен үшін мысалы, баламен жүргенде ыңғайлы киімдер, өте ыңғайлы. Мен көбінесе спорттық киіммен жүрем, жеңіл киім киіп жүрем. Сонда бір-екі адам көріп мені жақында айтып жатыр. Сіз, оказывается, сіз сонда қарапайым екенсіз деп. Олар мен басқаша ойлайды. Енді Инстаграм деген ол басқа әлем. Ол жақта енді басқаша көрсетесің өзіңді. Ал жаңағы өмірде қарапайым кәдімгі спорттық киіммен балдарыңды тасып жүргеннен кейін ыңғайлы киім кием. Ал соңғы кездері ағасының әні мен сәніне еліктеп жүрген Айдарбековтер әулетінің кенжесі Заңғар жігіт те шоу-бизнеске тұрақтамақ ниетте жүр екен. Астанада өткен концерттен кейін қазір алғашқы кездесуіміз. Теледидардан концертті көрдіңіз ба, өзіңіздің өнеріңізді сырттай қалай баға берер едіңіз өзіңізге? Білмеймін, өз дауысымды естіген кезде, өзімді көрген кезде теледидардан жақтырмаймын. Сол үшін өшіріп тастаймын, біреу көріп жатса өшіріп тасташы деймін. Бірақ маған ұнамайды өз-өзіме қарауға. Енді өзіңіздің туған туыстарыңыздың, достарыңыздың пікірлері қандай өзіңізге енді айтқан шығар? Әрине өз достарым қолдайды әрқашанда. Бірақ енді ғаламторға кіріп жатсам, неше түрлі хейтерлер болады дейді ғой. Енді жаман да сөздер бар, жақсы да сөздер бар. Бірақ бұның бәрі черный пиар дейді ғой. Мүмкін бұл да жақсы шығар. Just my universe, just my universe. You're my unique words, by my simple words, words. Swans of billion, not only no girls. Be my only one, be my universe. Неше түрлі әндер шығарамыз. Уақыт келеді, тыңдайсыздар, бағасын көре жатасыздар. Қайратпен бірге ме, өзіңіз жеке? Жеке де, бірге де неше түрлі әндер болады. Сонда қазақ эстрадасында жаңа жарық жұлдыз шыққалы жатыр ма? Енді жұлдыз деп айта алмаймын, өздеріңіз бағасын бересіздер. Бірақ енді көру керек қой. Демек, сіздің эстрадаға келіп, шоу-бизнеске тұрақталу ойыңызда бар болып тұр ғой. Тек бір әнмен ғана емес, шектелмей, ары қарай да дамытқыңыз келіп тұр өзіңізді. Әрине, ойда бар оның барлығы. Алдағы уақытта бәрін көрер. Отбасылық концертте Қайрат пен ағылшын тілінде ән орындаған Заңғар жақын күндері дәл осы әнге ағасымен бірге бейне баянды түсірмек. Негізі 12 күні түсіру керек болатынбыз, бірақ жаңбыр жауып кетті Алматыда. Сондықтан 19-ына ауыстырдық. Қалада көшеде келе жатып билеп, сондай. Ал жалпы мынау мысалы бейнебаянның түсіру идеясы қандай? Жалпы сіздердің мақсаттарыңыз? Себебі әнші бейнебаянды не үшін түсіреді? Халыққа әнді ұсыну үшін, көбірек танылу үшін, да? Сіздің бұл жердегі мақсатыңыз қандай? Әрине, сол үшін шығар деп ойлаймын енді. Иә, дәл осы отбасылық концерттен кейін Қайрат Нұртастың жеке өмірі жайында сұрақтардың барлығына нүкте қойылған секілді. Жұлдызды жұптың 4 бірдей балаларының өнерін тамашалаған қалың көпшілік әншінің ұл қыздарының өнеріне сүйсінді. Дәл сол кештен кейін жанұялық өмірлер үшінде бір өзгерістің болғанын байқаған Жұлдыз Әбдукәрімова әсіресе балапандарының болашағы мен тағдырына алаңдайтынын айтады. Қорқасың, көп жарияламауға қазір тырысып жүрмін. Тіл бар, көз бар деген сияқты балдарды қазір қоршап жүрміз, себебі мектепте әр адам әртүрлі ғой. Кейбіреулері баланың психикасына зақым келтіруі мүмкін. Сен осындай адамның баласысың ғой, неге осындайсың деп тиісу мүмкін. Өйткені қыздарыма бір-екі адам тиіскен солай. Сондықтан мен қазір кішкене қыздарыммен өзім көп сөйлесіп жүрмін, жеке әрқайсысымен. Себебі осыдан кейін бұларға ауыр тимесін деп, кішкене сол бір қалпында қалсын деп, олармен жеке сөйлесу мен міндетім. Көпшілік жүрген жерге балаларын көп шығармауға тырысатын Жұлдыз, Гүлзира ханымның туған күнінде де 4 немересін Астанадан Алматыға әкелмеген. Оның себебін балалардың сабақта жүруімен байланыстырды. Алайда 4 балақай апасын ерекше құттықтап үлгерген екен.
денсаулығыңыз зор болсын. Аспанда қанша жұлдыз, сонша жұлдыз, жасыңыз толсын. Аман болыңыз. Сыйлайчайсы! Апа, біз сізді жақсы көреміз. Бұл балдар өздері балаларын көбінесе туған күнге барған кезде осы әнді айтады. Сондықтан өздері осы ұсынысты тастады, әнін айтып, құттықтайық деп. Жақсы деп өлең айтты, артынша тілектерін айтты. Туған туыс, дос жаран әріптестерінің құттықтауларына қуанып, туған күн кешінде ерекше көңіл күйде жүрген Гүлзира Үсен қызының қолы гүл шоқтарынан бір босамады. Ал ерекше лебіздерін білдіріп жатқан қонақтар да той иесіне арнайы дайындап қойған сыйлықтар жайында айтты. Гүлді көрдіңдер? Қалтада ғой. Былайша енді гүл, жалпы енді гүлді таңдап алдық. Ренат екеуміз тоқтап, арнайы әдем гүл алайықшы бір, әйтеуір андай гүл емес. Бір кішкене әйтеуір үйге барған кезде бір 2 апта шөпта тұратын солмай, астында кішкене топырағымен әдемі болсын деп соны алып келдік. Біздің арамызда өзіміздің бір ставка дейді ғой, сондай берілетіндер, жинайтындар бар, соларға өзіміздің ставкаларымызды береміз. Жарайды, сол ставкаңыздың несі, құны қанша, және ол конвертке жинайтын адам кім? Ол енді құпия болып қалсын, сыйлықты жаңа берген нені ешкім айтпайды дейді ғой, сол себептен ол құпия ол қала берсін. Енді бұл жерде қонақ қылып шақырғаннан кейін әркім өзінің жағдайына қарап беріп жатқан шығар. Енді қазір осы жерде жинап жүргендермен ақылдасамыз, қаншадан жинап жатыр, содан береміз. Жалпы енді маған қызық қой, жаңа мектептегі старосты болады ғой, бүкіл жаңа классқа жауап беретін. Сіздерде әншілердің арасында старосты кім? Соны ұйымдастырып, осынша ақшаны жинайық, маған беріңіздер деп список жазатын кім мысалы? Мен ойлаймын, бүгінгі тойда Арман Дүйсенов сияқты. Арман Дүйсенов, біздің жаңағы ставкамызда сол жаңа долларға байланысты, курсқа байланысты ғой, түсет көтерілсе көтеріледі деген сияқты. Мен анамды бетінен сүйіп құшақтап, кәдімгідей анама ең бастысы келіп құшақтап жылы сөз айтсам, сол жеткілікті. Ал андай гүл, бағалы сыйлықтар бізден қатты оны қаламайды. Тек қана шын жүректен ғана жылы сөздер айтсаң, соның өзі анаға деген үлкен сый деп ойлаймын. Енді сыйлық гүл ғой, ол кісінің жақсы көретіні. Сол шоқ гүлдерін алып келдім. Сосын жаңағы әйел азаматшалардың барлығын жақсы көретін жаңағы сырға, сақина, енді бұл күлекеңде жоқ емес, Аллаға шүкір бар ғой, бірақ дегенмен бүгін туған күні болғасын, сондай сыйлықтар жасадым. Бриллиант шығар. Енді Құдайға шүкір бәрі. Негізінен айтқым келмейді. Айтсам мақтанды дейді. Сондықтан айтқым келмейді, бірақ жақсы сыйлықтар алдым. Өте жақсы, өзімнің көңіліме тұратын. Енді айтып кетейін жаңағы Аянмен ең кішкентай келінімді айтайын. Кеше олар ұшар алдында, түнгі сағат 4-те ұшты. Ұшар алдында кешке Аянмен Айгерімнің телефон соқты. Мама, WhatsApp'ты қараңыз деп. Сөйтсем, үлкен роза гүлмен жаңағы алтын жүзік және мойынға тағатын роза гүлмен екен. Бұл французский бренд деп атыр ғой енді. Сосын қасына розовый туфли мен сумочка. Брендовый деп сөйтіп, екеуінің қайсысын таңдайсыз деп салды. Мен айтам ғой, қайсы сардан соны алыңдаршы деп. Мама, екеуінің бағасы бірдей деп, өйткені білем олар жаңағы өздері еңбектеніп ақша жинап, бізден сұрамай сөйтіп талпынады. Сондықтан сөйтіп айтқан болатын. Сосын өзін таңдап, жаңағы розовый сумочка мен розовый жаңағы туфлиді алдым. Енді келешекте розовый тастармен, сондай аяқ киіммен туфли көретін болса, жаңағы сумочка көретін болсаңыздар, менің Айгерім мен Аянды екенін бірден білесіздер. Анамды кешеден бері құттықтап жатырмын, Аллаға шүкір. Енді бүгін ерекше қазір осындай аға бауырларым, әріптестерім келіп зал толып отқан, соның өзі маған ең басты, ең үлкен қуаныш. Өйткені мені анамды, мені сыйлап кеткен әріптестеріме Алла разы болсын. Құдай қаласа олардың да қуаныштарының қайсысын болсын.
толық Гүлекеңмен танысқан кезде, ол кезде енді оның бір сондай бір мінезден мен толық білдім деп айта алмаймын. Неге жаңағы сондай бір бүгінгі таңда көріп отқанда еңбекқор екенін мен ол кезде байқағаным жоқ. Ол кезде енді жаспыз, әрине сол махаббат жаңағы бір-бірімізге деген құштарлық, соның арқасында енді осындай отбасы қосып 30 жыл өмір сүріп келе жатырмыз. Бірақ бүгінгі таңда айтар едім, өте еңбекқор менің жарым, өте еңбекқор адам, алдына қойған мақсатына қалай да жетуге тырысып жүреді әрқашанда. Осы қасиеті маған негізі қатты ұнайды. Мынау болмай қалады-ау деген ой біздің Гүлекеңде болмайды десем де болады. Ол енді орындалмай жатқан армандарымыз да бар шығар, ол бәріміз пендеміз ғой, бірақ дегенмен талпыныс өте жоғары, өте жоғары. Әсіресе мынау жаңағы өзім дегенде өгіз қара күшім бар деген қазақта сөз бар ғой. Өзімнің ұлым, өзімнің балаларым келгенде кәдімгі тауды қопаруға дайын тұрады. Әрине енді бәріміз отбасымыз жабылып жасап жатқан дүние, бірақ дегенмен анасы болғасын ба, балалар үшін енді ол қай ана болса да солай болу керек деп ойлаймын. Өте еңбекқор адам. Маған ерекше ұнайтыны кейде енді пенде болғандықтан кейде байқамай байқаусызда бір сөз айтып қалсаң, бір жерде қате кетіп қалсаң, оны сол кезде аз уақыт қана қабағың шытады, одан кейін барып, ал тез ұмытып кетеді. Кешірімді, өте кешірімді жан, сондықтан мен де сондай болғым келеді, мен тырысып жүрмін. Мен негізі ондай емеспін. Сол қасиетім маған неге келмей жатыр. Мүмкін болашақта мен де сондай болармын. Мен негізі кешірімді жанмын, дегенмен де сақтап қаламын. Өйткені айналып келген кезінде маған сөйтіп айтып еді ғой мына кісі деген секілді. Бірақ ол енді ата-анаға, ата-енеме, туғандарыма қатысы жоқ. Сырт адамдарға болғанда сондай бір қасиетім бар. Гүлекеңнің ең алдымен рухына ризамын, өте рухы мықты әйел. Сосын алған бетіне қайтпайды. Мақсат қойғыш алдына. Сол өжеттілігі ұнайды, сосын еңбекқорлығы ұнайды. Мен енді Гүлекеңді күрескер әйелдер едім. Қазіргі заманда балаларының бақыты үшін күресе білген мына қасқыр замандағы нағыз күрескер ананың бірі де бірегей Гүлекең. Сол қасиет үшін бәріміз жақсы көреміз. Балалары бақытты болсын, отбасы бақытты болсын. Нұрекең екеуі судай тасып, қол ұстасып жүре берсін дегіміз келеді. Продюсер ханым келген қонақтарына ақ дастархан жайып, әрқайсының көңіліне шығуға тырысып жүрді. Айта кету керек, бұл кештің жүргізушілері кеш бағдарламасы тіпті ас мәзіріне дейін үлкен талғаммен таңдалғаны көрініп ақ тұрды. Және бұл тек бүгінгі тойдың ерекшелігінен емес, Гүлекеңнің болмысы жанының кеңдігінен осындай кеш болып жатыр деп келіншегін мақтап қалды Нұртас мырза. Маған ұнайтыны ханым дейді бізде. Сол тамақты мен жақсы көрем, ол өзі керемет істейді негізі. Осы кейінгі 5-6 жылда Қазанға көп жақындамайды, бірақ дегенмен мен арасында айтам, Гүлекең, сен осы әйел екеніңді ұмытып кеткен жоқсың ба деп қоямын әзілдеп. Сол күні ол кісі шешініп тастайды да кіріседі. Сосын жаңағы, сол менің жақсы көретін тағамдарым істейді, сосын мен баяғыда марқұм анам енді ауылда жүргенімізде кішкентай кезімізде кеспе көже дейтін сол тамақты көп істейтін. Айран қатып, жаңағы жаспыз ғой, енді ағарған шішін дей ма білмеймін. Сол тамақтар айтам арасында жақсы. Жалпы біздің Гүлекең дастарханға енді өзін-өзі мақтаған өгіз тентек деп жатпасын енді, бірақ дегенмен дастарханға жақсы. Осылайша 50 жасқа толған мерейтойын Алматының қымбат мейрамханаларының бірінде дүркіретіп өткізген Қайрат Нұртастың анасы бүгінгі күн менің туған күнім ғана емес, бүгін менің анамның мені дүниеге әкелген күні деп сөзін қорытындылады. Анама звондаймын, мама туғаныңа рахмет мені деп айтып отырам, жылдар тұтаймын. Кішкентай кезімде бір күні үйге жылап келгем ғой. Мен туғаныммен құттаған жоқсың, менің жек көретін асым тағамын жасап қойын деп, ана қолдан кеспе көже істейді ғой, соны сен ет аспадың деп. Сол кезде мен сенің туғаныңды ұмытып кеттім деп, ет асып көршінің бәрі шақырды. Сөйтіп маған айтады, негізі сен маған ренжімеуің керек.
сен керісінше мен құттау керек. Мама, мені туғаныңа рахмет деп сен маған көйлек әкеліп. Содан кейін мен қазір балдарыма айтам, балдарым туылған күндерінде бірінші мені құттықтайды. Құттықтанбаса ренжіп қаламын. Телефонды алмай қоямын. Но әдейілеп істеймін, кейде ойларында қалсын деп та, сол оларға сондай болып қалыптассын деп. Өйткені менің анамды өзім осы уақытқа дейін өзім туған күнде құттықтап келдім. Бұрын жылда әйтеуір сыйлығын алып беретінмін, мен туғанға рахмет деп. Сол өзімнің бойымдағы қасиеттің бәрін балдарымнан көргім келеді. Сол үшін сағат 12-ден кейін балдарымның звондағанын күтемін. 91-де.